Қарағанды қаласы Шет ауданы Ағой ауылы. Ағой жалпы орта білім беру мектебінің бірінші сынып оқушысы Семсерхан Аяна Нұрбекқызы. Абай Құнанбайұлының қыз өлеңі. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды, үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы іскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киіп оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлт тайқасы жауап екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Бурадай борсар кетіп толданғанда, алты қанат ағырта үйшек қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбыға үсік шалды. Шидеңмен тоңға баттап киген малшы, бет қайрауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы қыруына азақ қалды. Қаспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылма итке малды.